Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы валентті электрон жұбы бұлттарының тебісу теориясы, Гиллеспи әдісі. Бүгінгі сабақта молекулалардың және иондардың кеңістік пішінін болжау үшін валенттілік электрон жұбы бұлттарының тебісу теориясын қолдануды қарастырамыз. Тірек ұғымдар теорияның қағидалары, молекула құрылысын анықтау алгоритмі. Бұл суретте канадалық физик-химик Рональд Джеймс Гиллеспи ұсынылып тұр. Бұл молекулалардың геометриялық пішінін анықтайтын қарапайым әдісті ұсынған ғалым. Гиллеспи философия ғылымдарының докторы, профессор, бірнеше ғылыми ашылулардың еңбектердің авторы. Бұл әдіс молекулалар мен иондардың геометриялық формасын анықтауда қолданылады. Екі электрон жұбы сызықтық, үш электрон жұбы дұрыс үшбұрыш, төрт электрон жұбы тетраэдр болып табылады. Мына суретте көрінгендей, бізде көк түспен берілген орталық атом болып саналады. Сары түсті шарлар ол байланыстырушы лигандтар. Ал мынау сопақша келген қызыл түсті бұл бөлінбеген электрон жұптары болып табылады. Неғұрлым бөлінбеген электрон жұптарының саны артқан сайын бізде тебілу жоғары болады. Нәтижесінде сәйкесінше валенттік бұрыштар кішірейе береді. Олай болса, әрі қарай молекула құрылысын анықтау алгоритміне көшейік. Ол үшін бірінші біз мына формулаға сүйенеміз. Молекуланың формуласы бойынша орталық атом байланыс түзіп тұрған лигандардың саны n анықталып, оның мәні формулаға жазылады. Әрі қарай байланыстырушы және бөлінбеген электрон жұптарының жалпы саны келесі формуламен анықталады. Бұл жерде А дегеніміз орталық атом, X орталық атоммен химиялық байланыс түзіп тұрған элемент атомы, оны лигант деп атайды. N бұл сәйкесінше байланыстырушы және бөлінбеген электрон жұптарының саны болып табылады. Келесі формулада N0 ол орталық атомның сыртқы электрон қабатындағы электрондар саны болып табылса, NL ол орталық атоммен байланыс түзетін лигандалардың саны. Мына жерде пи молекуладағы пи байланыстар саны, Z дегеніміз ол ионның заряды. Осы молекула құрылысын Гиллеспи әдісімен анықтауға мысалдар қарастырайық. Бірінші мысалда бізде метан молекуласы берілген. Молекуланың формуласын жаңа формулаға қойып салсақ, AX4EM. Яғни бізде орталық атом А бізде көміртегі болып саналады. Лигандалар саны 4-еу. Енді жалпы санын анықтау үшін формулаға қоямыз. Көміртектің валенттік электрондар саны 4, оған лигандалар саны қосамыз 4, 2-ге бөлгенде 4 шықты. Енді бөлінбеген электрон жұптарының санын анықтау үшін n тең болады. Осы 4-тен азайтамыз байланыстырушы электрондар саны. Ол тең 0-ге. Осыдан молекуланың формуласы AX4N0 деп тауып аламыз. Және де болжам жасай келе молекуланың геометриясы тетраэдр. Екінші мысалда бізде аммиак молекуласы берілген. Молекуланың формуласы AX3EM. Бұл жерде орталық атом азот, оның валенттік сандары 5-еу, сутектің саны бізде 3-еу. Оны зарядына көбейткен кезде 3 болады. Оны 2-ге бөлеміз, нәтижесінде 4 саны шығады. Осы әрі қарай біз бөлінбеген электрон жұптарын табу үшін m тең болады 4-тен азайтамыз байланыстырушы электрондар санын, яғни лиганттар санын. Ол тең болады 1-ге. Молекуланың формуласы нәтижесінде AX3E1 болып табылады. Бұл жерде молекуланың геометриясы үшбұрышты пирамида екені болжанады. Келесі формулада, келесі мысалда бізде H2S молекуласы берілген. Күкіртсутек молекуланың формуласы AX2EM болып табылады. Енді бұл жерде біз жаңа стереалық стандарды анықтаймыз. Бұл жерде күкірттің валенттік электрондар саны 6-ау, оған қосамыз сутектің саны 2-еу, оны бөлеміз 2-ге, тең болады 4-ке. Әрі қарай осы m санын анықтау үшін 4-тен азайтамыз 2-ні, тең болады 2-ге. Молекулалық формуламыз AX2E2 болып шығады. Бұның молекулалық геометриясы бұрыштық деп табылады. Келесі мысалда бізде иондар берілген.
нитрит ионы және карбонат иондары. Нитрит ионда бұл жерде біз нені ескереміз иондарда? Заряд санын ескереміз және де бұл екі иондардың да құрамында құрылымдық формуласында пи байланыстар бар. Соны ескереміз. Пи байланыстар саны. Енді олай болса кеттік. Нитрит ионның молекулалық формуласы AX2EN. Стериялық сандарды анықтаған кезде азоттың сыртқы валенттік электрондар саны 5, оған қосамыз 4, одан зарядты азайтамыз 1, 2-ге бөлеміз және де пи сандарымыз 1-ге тең болады 3-ке. N-ді анықтаған кезде осы 3-тен азайтамыз, лигандалар саны 2 тең болады 1-ге. Молекулалық формуламыз AX2E1. Молекулалық геометриясы бұрыштық болып табылады. Келесі мысалда карбонат ионы берілген. Бұл жерде де заряд санын ескереміз 2 және пи байланыстар саны 1. Нәтижесінде бізде молекулалық формуламыз AX3E0. Молекулалық геометриясы жазық үшбұрыш деп сипаттама береміз. Келесі слайдта осы жаңа қарастырылған мысалдардағы молекулалардың болжанған құрылымдық формулалар көрсетілген. Яғни мынау бізде метан молекуласы болса, бұл жерде AX4, яғни көміртек, бізде 4 сутек атоммен сигма байланыспен байланысқан. Бұл тетраэдр деп айттық. Мына жерде AX3E бұл аммиакқа қатысты, яғни бір бөлінбеген электрон жұптары бар. Бұны үшбұрышты пирамида деп сипаттама береміз. Мына жерде AX2E2 бұл бұрыштыққа қатысты болса, AX3 бұл дұрыс үшбұрыш. Осы айтылған мәліметтерді біз Quizzes платформасының қайталау сұрақтарына жауап беріп көрейік. Бірінші, P-хлор-5 молекуласының геометриясы. P-хлор-5 молекуласының геометриясы берілген. Бұл бізде тригональды бипирамида деп жауап береміз. Молекуланың геометриясы әткеншек болатын қосылыс, әрине ол бізде SF4 болып табылады. Ас содасы құрамындағы сигма және пи байланыстар саны делінген. Бұл жерде біз ас содасының құрылымдық формуласын ескере отырып, бұл жерде 5 сигма және 1 пи байланыс барын білеміз. Молекуласының геометриялық пішіні дұрыс үшбұрыш болатын қосылыс. Бұл жерде біз білеміз SF4 жаңа әткеншек деп айттық. Көмір CO2 бізде сызықтық болса, мына жерде үшбұрышты пирамида, яғни жауап бізде SO3 болып келеді. H2S молекуласының геометриялық пішіні, біз бұны жаңа мысалдарда қарастырдық, ол бұрыштық. Гиллеспи әдісі бойынша формуласы AX3E1 болатын қосылыс. Бұл жерде біз әрине PH3-ті белгілейміз. Молекуланың геометриясы сызықты болатын қосылыс. Бұл жерде метан молекуласы тетраэдр болды, аммиагымыз жаңа үшбұрышты пирамида болды, су бұрыштық, әрине бізде сызықтық CO2 болып табылады. SO3 молекуласының гибридтену типі. Бұл жерде SO3 молекуласының гибридтену типі SP2 деп белгілейді. Молекуласының геометриясы тетраэдр болатын қосылыс, бұл әрине метан. SP2 гибридтену келесі затқа тән. SP2 бұл жерде хлор-3 болып табылады. SP3 гибридтену келесі затқа тән. SP3 бізде NH-ке тән. Карбонат ионының геометриялық формасы ол бізде карбонат ионы жазық үшбұрыш болып табылады. SP гибридтену келесі затқа тән. Ол әрине бериллий хлор 2. Оқушылар,
біз бекіту сұрақтарына жауап беру арқылы бүгінгі тақырыбымызды толық меңгердік деп ойлаймын. Олай болса, назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар.